4%-ық несиемен көлік алу. Табысы азық-түліктен артылмайтын халық үшін қаншалықты қолжетімді? Көлікті алғашқы жарнасыз ала алатын тұрмысы төмен отбасыларға айына 95 мың теңге шығады. Үстемақысы 1 миллионнан асады. Бұл 100-150 мың жалақы алып, табысы азық-түліктен артылмайтындардың қалтасына айтарлықтай салмақ салары сөзсіз. Ал президент айтқан 50 мың теңгемен күн көріп отырғандардың жағдайы айтпаса да түсінікті. Қайырлы күн, құрметті жақсылар. Бүгін Шымкент қаласының телестудиясының алғашқы қонағы Көңілбай Қалдыбекұлымен сұхбатымыз жазылуда. Жалпы Көңілбайымызда қош келдіңіз. Қазіргі таңда, яғни бүгінгі күні трендте болып жатқан, мемлекеттік тараптан көрсетіліп жатқан 4%-ық автокөлікке несие. Қақтан шыққан 100 миллиард теңге ол? Жалпы сіздердің Шымкент қаласындағы Аманат Раевтың алғашқы қонағы болып жатқанына қуаныштымын. Жалпы негізі 100 миллиард теңге дегеніміз, ол тұрса есептейтін болса, қазіргі таңда 100 миллиард дегеніміз, ол 10 миллиондық автокөліктен 10 мың автокөлік деген сөз. 10 мың автокөлікті біздің 40 қалаға бөлетін болсақ, әр қалаға 250 автокөлік. Енді 100 миллиардты біреулер айтады, 1 жылда береді дейді, біреулер айтады, 4 жылға бөліп береді. Егер 4 жылға бөлетін болсақ, онда жылына 62 автокөлік. Болды. Сонда біздің 62 автокөлігіміз, мысалы үшін айтайық, Шымкент қаласына 62 автокөлік кімге жетеді? Шымкент қаласында қанша миллион халық тұрады? Даже револьверный алып келетін болсақ, ол кредитный линияны, ол бәрібір де жетпейді ол. Ол просто үлкен маркетингалық ход. Жаңағындай біз 4%-бен беріп жатырмыз деп. 100 миллиард деген көп ақша емес негізі, қазақстандық деңгейде. Әрине бұл бағдарлама өте күлкілі бағдарлама. Сондықтан 4% деген, мысалы үшін біз егер де айтатын болсақ, пайызсыз, бірақ 30%-ын жинақтаңыз, алғашқы пайызын беріңіз десе, онда көбірек адам алатын еді негізі. Енді жинақтау бағдарламасы дегеніміз қандай? Мысалы үшін адамдар жинақтап жатыр, алғашқы жарнасын салып жатыр, машина, автокөлік үй алғандардың бәрі төлеп жатыр. Ондай болатын болса, көбірек адамға тиімді болады. Сондықтан біздің бағдарламамыз негізі дұрыс деп ойлаймын. Расында айту керек, осы 4%-бен автокөлік аламыз дегеннен кейін біраз адамдар іркіліп қалды, иә? Мысалы үшін сіздер байқап отырсыздар, сол 4%-дан аламыз. Соның бәріне жеткізе алмай жатырмыз осыны. Кім алады оны? 62 адам деген. Сіз егерде 62 адам қатарында болсаңыз, сізге повезет. Болмасаңыз кім алады? Сондықтан дұрыстап ойланған дұрыс. Жалпы 4% деп елдің барлығы құлақ қағыс болды да. Бірақтан да егер де автокөліктерін алғаннан кейінгі қарызға шығып кететін болса, просрочкаға шығатын болса, 1 жылға дейінгі мөлшерлемесі 1% екенді, ал 1 жылдан кейін 12 ай бойы қарыздық мөлшерлемесі 10%-ға дейін жетеді екен. Бұл деген маркетингтің артында бір жасырын үстемақы тұр деген сөз ғой негізі. Иә, енді ондайдың бәрін біз көріп жүрміз ғой. Жалпы жасырын деген бар, жария деген бар. Соның бәрі айналып келгенде ең бастысы халыққа тиімді болып жатса. Бірақ енді әкесі өлгенде естірту керек. Бүгін өздеріңіз көріп отырсыздар, бүкіл қаланың бәрінде керемет жаңағындай шум болып жатыр, иә? Қазір адамдардың бәрі барып кіріп, осындай автокөлік алуға келдік деп, бір сол күні автокөлікті алып кететін деп. Бірақ енді айту керек те, енді құрметті достар, Шымкент қаласына көп болса бір 100 автокөлік аласыздар. Сонымен айғайып ешкімге жетпейді десе, онда 100 адам өздері іріктеліп бара қояды. Оның кімдер екенін өзі бір Алла біледі. Сондықтан құрметті достар, негізі әр нәрсеге сене бергеннен гөрі дұрыстап, мысалы үшін маркетинг ходтарға сене бермей, экономикасын есептеу керек. 100 миллиард бөліңіздер, өздеріңіз қараңыздар, келісім шарт жасаңыздар. Жалпы Аманат Раевта бізде первоначальный взнос 30%-дан басталады, ал мемлекеттік қолдау бар деп, 4% деп жарияға жар салып жатқан кезде бастапқы жарна 10% дейді. Әрине 10%-ға фокустың барлығы кетеді, қарапайым халық сол жаққа барып іркіліп қалады. Ал бұл жерде маркетингі ходтан қараған кезде халықтың үміті қайда қалды деген сияқты сұрақ бар да менде. Дұрыс. Сондықтан сіздер енді әр нәрсені уже қазірден бастап дұрыс. Енді жастарға сенеміз ғой. Сіздер қаншама кездесулер жасап жатсыздар, қаншама біздің жобаны зерттеп білдіңіздер. Өздеріңіз экономикалық сауатыңыз ашылды. Сондықтан сіз есептеп қарайсыз. Сіздің қазір шыңғырып айта алмай отырған себебіңіз, халқым 4% дегенде жылына бөлінетін жаңағы 62 автокөлік. Шымкент жарайды 100 автокөлік алсын, халық көп деп. Ондай жаңа Алматы 100 автокөлік алсын, или 200 алсын. Ол деген вопрос шешпейді ғой миллиондаған адам. Сондықтан оны ар жағын ойланып қарау керек. Сондықтан
бүгінгі мына студияға келіп отырмыз. Студияны әлі толыққанды бітпеген, бірақ енді сіздердің мынандай жақсы жерде дамып келе жатқандарыңызды көріп, жалпы негізі Аманат драйвты қалай дамытып жатсыздар? Қазір одан да мұғалімдерге болатын акция туралы айтайықшы, жалпы негізі. Жалпы Шымкент қаласында қазір 200-ден астам мекемелерге барып, біз қатынас хаттарымызбен кіріп, Аманат драйвты ақпараттандырып жатқан жайымыз бар. Ал мұғалімдерге арнайы сіздер үшін дәл осындай акциямыз бар деген кезде, ол қандай акция деп барлығы 25-не дейін күтіңіздер, шыдаңыздар десек те, кәдімгі жағамызға жармасып жатқан жайы бар. Өзіңіздің аузыңыздан естісек деген ойдамыз. Оны күтпей-ақ қоюға болады. Бүгіннен бастап біз қазір керек құжаттарға қол қойып жібердік. Жалпы сонымен қатар тағы да көпшіліктер өткенде жастарға жариялаған акция бойынша да 16 жастан бастап ата-анасының рұқсатымен келісімшартқа отыруға мүмкіндік беріп жатырмыз. Сонымен қатар осы 16 мен 25 және те ұстаздарға құрмет осы жобасы бойынша, жалпы баспана бағдарламасы бойынша кез келген адам өзіне керек үйдің алғашқы жарнасын салуына жинақтауға мүмкіндік бар. Оның кіру жарнасына 50% жеңілдік беріп отырмыз. Ол деген үлкен мүмкіндік. Енді үй алып жатқан жағдай болатын болса, үйдің құжаттары оригинал өзінің атына беріледі. Егер де төлей алмай қалып жатса, 2 ай күтеміз, пайыз жоқ, процент жоқ. Тіпті төлей алмай жатса, үйді қайтарады аманатқа, бірақ оның алғашқы жарнасы ай сайын төлеген ақшасы қолына қайтып келеді. Сонда оның кісі ақысы жемейді, үстінде пайызы жоқ, халықтың армандаған жобасы. Ең бастысы аманаттың иесі, киесі халық. Оны келешекте ешқандай сырттан келетін келімсектер сатып алынбайды, бізден тартып алынбайды. Құдай қаласа, бұны бізден кейінгі ұрпақтарымызға жалғасын табады деген ойдамыз. Жалпы дәл осы қолдау көрсетіп жатқаныңызға үлкен рахмет дегіміз келеді. Халықтың көкейінде жүрген жыр болған 4%-ның шешімін нақтылап, дәл өзіңіздің ойыңызды біздің Шымкент халқына, жалпы күллі қазақ жұртына жеткізгенімізге өте қуаныштымын. Себебі қарапайым халық 4% десе тегін деген нәрсеге байланысқан кезде бірінші тұратын халық. Сол себепті дәл осындай Drive News-тың ең алғашқы қонағы болып, студиямыздың ең құрметті қонағы болғаныңызға үлкен рахмет. Сол себепті Аманат драйвтың алдағы уақытта бірге жұмыс жасасуымызға тілектеспіз. Жақсы. Дами беріңіздер, өсе беріңіздер, өркендей беріңіздер. Рахмет.